Карантин болған кезде мектеп мұғалімдері бастады ғой онлайн дайындап. Өйткені әртүрлі жаңағындай біреумен сөйлесіп кетесің, асханаға бір тамақ жегің келеді. Борд алып кел, тақтаны сөрт, сен тыныш отыр. Сен по-любому мысалға баяғыда оқыған ақпаратыңды қайталамасаң, сен үлкен нәтижеге жете алмайсың. Осы жылы бізде 3.50-50 рекордсымен шықты. Оларды мен көріп жүрмін, олар мен үшін авторитет деген тәрізді. Өте элитный мектептердің бірінде жұмыс жасадым и сол жақтан жұмыстан шықтым. Ұйықтап жатқан жерінен видеозвонокпен звондап, тұр, что там? Просто нұсқа талдау, она тебе говорит типа примеры мысалға. Барлықтарына сәлем балапандар. Сендерді өзімнің YouTube каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бұл менің алғашқы подкастым, және де менің подкастымның қонағы химия эксперті Қуаныш ағай. Сәлем деселер. Және де ОБТ тарих эксперті бізде Әлібек ағай. Бұл Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы және құқық пәндерінен сіз эксперт болып табыласыз. Армысыздар құрметті оқушылар. Көргеніме қуаныштымын. Және де сендермен мен биология пәнінің мұғалімі Малика апай. Бұл менің алғашқы подкастым, және де бұл подкастқа мен ат ойлап таппадым. Және де өзімнің оқырмандарымнан көмек сұрағым келіп жатыр. Бұл подкастта жалпы мұғалімдер сендерге өздерінің кеңестерімен бөлісетін болады, және де ОБТ-дағы лайфхактар жайында айтамыз. Және де осындай темаға қатысты бұл подкастты соңына дейін тыңдап болған кезде бір ат ойлап табыңыздар, комментарийға жазыңыздар. Және де маған ұнаған есімді мен подкастқа таңдаймын. И сол адамға Каспийны 15 000 теңге лақтырамын. Чтобы подкастың аты қандай болып өзгергенін көру үшін, осы комментарийларға кіріп тұрыңыздар, мен ол комментарийді закрепить етіп қоятын боламын. Все хорошо. Бүгінгі біздің жалпы ең алғашқы подкаст болып жатқандықтан, жалпы біз қазіргі ОБТ-ның трендтері жайында сөйлесейік. Қазіргі оқушыларға қызық тема жайында. Ол бізде жалпы қазіргі кездегі ең атақты тренд ОБТ-ға комбо курстары бойынша дайындалу. Ең алдымен бәлкім біздің оқырмандарымыз сізді бірінші рет көріп тұрған шығар. Сол себептен өзіміз жайында кішкене айтып өтсек, қандай пәннен береміз, өзіміздің былайша айтқанда стажымыз қандай деген тәрізді. Әлібек ағай бастап жіберіңіз. Армысыздар құрметті оқушылар, құрметті балапанчиктер, Ильяс Малика апайымыздың оқушылары. Мен Қазақстан тарихы, дүниежүзі тарихы, құқық негіздері бойынша ОБТ экспертімін. 2018 жылдан бері ОБТ саласында қызмет етеміз. Және 2020 жылдан бері біз онлайн нарықтамыз. Енді цифр туралы сөйлесетін болсақ, биыл менің мысалға Қазақстан тарихынан 94 оқушым 20-дан 20 алды, дүниежүзі тарихынан 4 оқушым 50-ден 50 алған болатын. Және бұл үрдіс максимальный балл алу уже 3 жыл қатарынан келе жатқан жайы бар. Керемет, Қуаныш ағай. Так, есімім Қуаныш Әлиев, ОБТ химия эксперті. Бұл салада жүргенімізге уже осы 6-шы жыл болып келе жатыр. Ең алғашқы онлайн салаға кіргеніміз 2021-22 оқу жылдарынан басталған еді. Сол кездер Инстаграмды дамытып бастап, именно жоғары балл алған оқушылардан бір оқушым өткен жылы 50-ден 50 алды. Ол мұғалімдік сферамда мен үшін өте күшті жетістіктерімнің бірі. Алдағы уақытта сондай оқушыларды көптеп шығарамыз деген сенемін. Сіздің мектебіңіз қалай аталады, айтып кетіңіз. History Әлібек деп ел аузын таниды, бірақ қазір биылдан бастап біз историка деп атаймыз. Сіздің мектебіңіз қалай аталады? Мені между нами химия ағай деп айтады көбісі. Негізі курстың аты между нами химия, менің есімім Қуаныш ағай. Енді өзім жайында кішігірім айтып кетейін. Менің есімім Малика, және де мені барлығы балапан оқушылардың апай деп таниды. Өзім оқушыларымды балапан деп еркелетемін. ОБТ биология эксперті болып табыламын. Негізі барлығымыз плюс-минус бір уақытта бастаппыз. Білмеймін неге солай болғанын, бірақ та мен де 2018 жылдан бастап сабақ беріп бастаймын. Жалпы онлайнға мен 2022 жылы келгенмін. Менің пробио мектебіме қазір 2 жыл, скоро 3 жыл толады. Кішігірім бір факт айтып кетейін. Мені мұғалімдік мамандықты таңдауға біріншіден ата-анам қинап көндірген. Ал ОБТ-дан сабақ беруімді, жалпы ОБТ бойынша дайындауды оқушылар қинап көндірген. Жалпы бұл іске мені халықтың өзі қинап көндіріп алып келе жатыр. Бірақ та мен өте қатты қуаныштымын, что біз қазір Астана қаласында осы подкаст жазып жатырмыз, және де сіздермен бірге осы подкаст жазғаныма өте қатты қуаныштымын. Енді бағанағы темаға оралсақ, қазіргі 24-ші жылдан басталды ғой деймін, ОБТ-дағы комбо курстар қай уақытта басталды ол? 2024 жылдан бастады, биыл. Жалпы қалай ойлайсыздар, не себептен қазір оқушылардың көбісі бізде ОБТ-да комбо курстарын дайындайды? Жалпы комбо курстары дегеніміз ол атақты мен деген эксперттердің бірігіп, серіктес болып жұмыс жасауы. Сіз қалай ойлайсыз, не себептен қазір оқушылар көбінесе басқа курстарға қарағанда комбо курстарын таңдайды? Так, енді қараңыздар. Біріншіден мұғалім деген бар.
иә, мұғалім деген бар, эксперт деген көбісі түсінбей жатады. Эксперт дегеніміз, яғни оқушылардан нәтиже жасай алатын адам. Да біз эксперт деп атаймыз. Мысалға, Малика апайларыңызда биологиядан 50-50 бар, және ол бірнеше жыл қатарынан келе жатыр, дұрыс па? Иә, осы жылы бізде 3 50-50 лекарствен шықты. Қуаныш айда шықты, менде де шығып жатыр. Яғни біз эксперт деп аталамыз, өйткені біз максималды нәтижеге қол жеткізіп жатқан жайымыз бар. Енді қараңыздар, осы эксперттердің бірлестігін, топтасуын бізде комбо курстар дейді. Не үшін осыны жасап жатқан жайымыз бар? Өйткені біздің нарықта өкінішке орай сапа үшін емес, ақша үшін және сан үшін жасайтын курстар бар. Иә, оның ішінде мен таныстарымда бар. Яғни біз өте көп хейт естиміз олар жайлы. И бізге көп оқушылар жазады, әрқайсымызға жазады. Типа, ағай, біз неге сізді кеш таныдық, Малика апай сізді біз кеш көріп қалдық, өкінішке орай ана курстан алған едім. И сондай курстардың салдарынан даже кейбір ата-аналардың онлайн курсқа деген довериясы айырылып жатқан бар. Мен біз енді аудиториямыз қарапайым халық, мен рассрочкадан жаңағында қиналып кеттік, біз рассрочка тықтық, не базар жасай алмаймыз деген сияқты. И өкінішке орай біз эксперттер, өзіміздің комьюнити биыл жазда мүлдем демалмай, кәдімгідей өзіміздің бар екенбіз. Оқушылар, бізді алсаңыздар, алдыңыздар, алмасаңыздар, хотя бы эксперті, яғни мықты эксперттің курсына тіркеліңіздер деген үгіт насихат жүргіздік. Иә, жақсы, мен алсаңыздар, алдыңыздар, мен алмасаңыздар, басқа да эксперттер бар деген сияқты. Басы кәдімгідей ұстаздың, эксперттің нәтижесі бар ма, жоқ па, қараңыздар, стажы қанша жыл, системасы қандай, курстың структурасы қандай. Енді осы әрбір экспертте оқып жатыр. Енді оқушылар мынандай нәрсе болды. Бір-бірінен сұрайды, қандай эксперттер бар? Мысалға, Әлібек ағай тарихта оқып жатыр. Енді, что вы советуете типа по химии, биологии сияқты? Сұрайды, кеңес сұрайды. Біз не істейміз? Қуаныш ағайға жібереміз, Малика апайға жібереміз деген сияқты. Түсінікті ғой, сондықтан да енді әр қайсымыздан жеке-жеке алғанша лучше оқушы қиналмасын, бәріміз бір жерден алсын деген ниетте біз комбо пакеттерді, комбо курстарды қосып отырмық. Яғни ол бірнеше пәндерден бар. Сонда комбо курстары сіздердің ойларыңыз бойынша ол нарықта клиентский спрос деп айтайды ғой. Клиенттердің өздері жаңағындай біреуге алданып қалған, біреудің сапасы біліміне ұрынып қалған кезде осының спросынан туындады деп ойлайсыздар, яғни былай ғой, негізі оқушыға бірден 5 пәнді сатып алған жақсырақ та, ешқандай уайым жоқ деген сияқты. Мен қазір анадан кім таңдаймын, анадан кім таңдаймын, анадан кім таңдаймын деп ойлап жүрмейді. Бірақ біздің басында комбо курстар деген болған жоқ қой. И эксперттерге жазылған кезде менің басқа 4 пәнім де бар ғой, мен басқа 3 пәнім бар ғой, мен оны не істеймін дейтін еді. И олардан, мысалы, биологиядан сіз таңдаса, химиядан ол оқушы ойлауы мүмкін, ешқандай эксперт жоқ деп. И сондықтан не істеймін осы экспертке жазылып, одан да сразу бір 5 пәнге жазыла салайын деп ойлайды. Біз қазір не істейміз? Мысалы, Малика апайға келеді, осындай биологиядан жазылайын. Бірақ апай, мен химиядан экспертті білмеймін, маған айтып жіберіңізші деген сияқты. И Малика апай айтады, вот осындай бізде комбо пакет бар, ол жақта эксперттердің комбо пакеті бар, ол жақта Қуаныш ағай бар, тарихтан Әлбек ағайларың бар деген сияқты. Мат сауаттылықтан, оқу сауаттылықтан бізде ең топ эксперттер бар, сондықтан сен уже бізде эксперттердің курсында, комбо курсында оқисың деген сияқты, уже біз баланың жағдайын жасап береміз да кәдімгідей. Иә, получается комбо курстары ол былайша айтқан кезде оқушылардың, ата-аналардың және де мұғалімдердің довериясынан құрылып тұр ғой, то есть личный кеңес, совет. Енді қараңыздар, оқушылар ойлап қалмаңыздар сіздер. Мынау үшеуі бір-бірін танып отырып, комбо бола салған деген ниетте емес бізде. Почему? Потому что әр қайсымыз біз бір-бірімізді зерттедік. Малика апай мен зерттеді, нәтиже бар ма, результат есть? Нет. Мен де Малика апайын зерттедім, потому что мысалға менде биологтар бар да таныс. Но у меня типа оқушы маған сеніпті, Әлбек ағай, биология кімге жібересіз десе, мен өзім досыма жіберемген қаранда, потому что мен оның педагогикасына немесе жаңағында оның методикасына күмәнім бар да. Почему 3 жыл ол нәтиже шығармай жатыр деген сияқты. Мен лучше Малика апай танымасам да Малика апайға жіберетем. Түсінікті ғой? Енді біз уже бұл жерде андай ғой, оқушының саған деген довериясын біз ақтауымыз керекпіз. И мықты экспертке жіберуіміз керекпіз. Бұл жерде таныс деген нәрсе жоқ. Иә, өйткені былай ғой, негізінде ұбт 5 пәннен тұрады ғой. Сен ғана әсер етпейсің ғой оның түсуіне, грантына. Ойбай, мен әсер еттім деген күннің өзінде сен үлесің бар да, бірақ та қалған пәндерде ол жақта мағынасы бар ғой. То есть бал бойынша есептелінеді ғой. Иә, сол себептен вот мен ойымша қазіргі кезде нарықта комбо курстары осы клиентский спростан пайда болды деп ойлаймын. Енді қараңыздар, барлығымыз ұбт тапсырғанбыз ғой. Иә, SAT деген сияқты жоқ қой. Жоқ. Бәріміз ұбт тапсырғанбыз. Енді давайте қазір енді өзіміздің ұбт тапсырған опытымызға сүйене отырып, және де қанша мың оқушыны оқыттық осы 6 жылдық тәжірибемізде. Давайте оқушыларға прям андай
обзор жасап берейік плюс пен минустарын. Мысал ретінде сіз бәлкім Қуаныш ағай офлайн оқыған шығарсыз кезінде ұбт-ға дайындалғанда. Иә, енді қазір өзіңіз ұстаз ретінде онлайн оқытып жатырсыз. Еще комбо курстарда қатысыңыз бар. Енді осы офлайн оқыту мен онлайн комбо курстарда оқудың енді плюстары мен минустарын өзіңіз айтып кетсеңіз. Ең бірінші мен былай бастайын. Негізі мен басында мұғалім ретінде онлайн оқуға қарсы едім да. Иә. Вот, иә. Неге олай? Өйткені басында енді осы карантин болды ғой. Карантин болған кезде мұғалімдер енді мұғалімдер бастады ғой, неге мектеп мұғалімдері бастады ғой онлайн дайындап. И олар қалай түсіндіретін еді? Быт-шыт презентацияны ашып қояды. Оқып бере салады. Бір интонациямен оқып бере салады, болды. И ол маған ұнамады да. Ол маған ұнамады. Химияда тем более кәдімгідей жазатын нәрселерді просто есепті бүйтіп текстпен жазып қояды да и оқып отырады деген сияқты. Есепті кәдімгідей мұғалім жазып көрсету керек та. Вот. Тақтаға, бормен, тряпкамен дейсіз ғой. Сөйтіп мен ол кезде сәл онлайн оқуға сәл қарсы болдым. Онлайн оқытуға қарсы болдым да. Вот. Так как білмедім оның плюс-минустарын. Бірақ қазір уже содан кейін мен графический планшет, кәдімгідей мен оқушыларға жазып, сызып, барлығын көрсетем да. Сол кезде как офлайнда тақтаға қалай көрсетеді, онлайнда мен дәл солай ақпаратты ашып қоямын да, бүйтіп көрсетем. И офлайн мен онлайн салыстырғанда, онлайнда сен уже белгілі бір нәрселерді слайдқа дайындап беріп қоясың да. Офлайнда сен оны сызып, үйтіп деген сияқты. Мысалы, офлайнда проектормен проблемалар бар, иә? Көптеген мектептерде оқу орталықтарында болмайды, немесе кезекте тұру керек. Мұғалім ретінде білеміз барлығымыз. Иә, сондай нәрсе. Барлығымыз енді офлайннан сабақ беріп бастағандықтан проекторге талас, осындай дейтін нәрселер болатын еді. Вот. Сондықтан онлайнда уақыт үнемделеді. Офлайнда, борды алып кел, тақтаны сүрт. Жолды айтсаңызшы, автобуспен 2 сағат пробкада тұру, тем более Алматының пробкасына енді айтамын. Енді жол ол өзі бөлек бір әңгіме ғой. Жол жарайды, барасың. Енді сабақ өзіңе керек, барасың да. Бірақ енді мектепке жаңағы оқу орталыққа кірген соң, сен өзі бір 100 минут сабақ, енді әр жерде 100 минут дейді, біреу 60 минут дейді, біреу 40 минут дейді. Соның барлығы білім үйренумен өтсінші дейсің ғой. Иә. Бірақ ол олай болмайды ғой. Өйткені әртүрлі жаңағындай біреумен сөйлесіп кетесің, асханаға бір тамақ жегің келеді. Мұғалімнің өзі борды алып кел, тақтаны сүрт, сен тыныш отыр, анау тыныш отыр дейді. И сыныпта бүкілі бірдей шоламай отыра ма? Бір бала болсын бұзық болады ғой. Вот. И сен ақша төлеп жатсың оған. И анау баланың сол сабаққа кедергі келтіріп жатқаны үшін сен кінәлі емессің да оған. Негізі мұғалім де кінәлі емес оған. Бірақ офлайн оқыту системасының бір үлкен минусы сол да, ол алады да мұғалімді бұзып жібереді. Біздің түсініп жатқан сабағымызды бұзып жібереді. Сен қайталап сұрасаң, мұғалім сен үшін қайталап бермейді оны, себебі оның белгілі бір уақыты бар. Бізде енді кезінде офлайн не болған мұғалім болдық қой. Сол кезде қайталап айтып берейін десек, тақырыбымыз бітпей қалады. Бірақ айтқымыз келіп тұрады. Деген сияқты, яғни сондай нәрселері бар да. Ауырып қалсаң, мысалы, ешкім қайталап түсіндіріп бермейді. Кураторлық система қатты дамымаған деген сияқты, енді өзінің бір плюс-минустары бар. Сонда давайте осы екі салыстыруды қорытындылайық. Офлайн орталықта оқу мен онлайн орталықта оқудың біріншіден мұғалімнің вниманиясы бірдей әр оқушыға бөлінбейді. Екіншісі жолға уақыт көп кетеді. Үшіншісі алаңдататын факторлар өте көп. Тағы да не қосасыз? Мен тағы да бір маңызды фактор айтайын, ол химияға қатысты. Ол үй жұмысын бала шығарған кезде, яғни үй жұмысы ол не нәрсе? Ол тақырыпты бекіту ғой. Иә, тақырыпты түсінбейді, сол үй жұмысына байланысты емес па? Вот. Ол қаншалық сабаққа қатысып отырса да, үй жұмысының арқасында ол біледі да. И офлайн курстарда үй жұмысының талдауы болмайды. Яғни үй жұмысын дополнительно уақыт кетеді. И сіз онда оқу орталықтан сабақ беру арқылы соны біліп отырсыз. Иә, офлайн ол жақта бөлек кураторлар келіп, кәдімгідей осы нені талдап береміз. И плюс даже кураторларын талдап берсе де, куратордың яғни біліктілігі жетіспейді оған. Бізде как раз таки мысалы менде әр тақырыптың талдауы бар да. Иә, еще андай ғой, бір сыныпта 12-15 бала отырады, и сіздің уақытыңыз жетпейді олардың барлығына барып шығуға. Иә, біріншісімен соңғы сабақ салыстырмайсың, энергия сәйкес келмейді деген сияқты. Негізі, в идеале мұғалім әр баланың бойымен жұмыс істеп шығу керек, бірақ ол
оффлайнда мүмкін емес нәрсе да. Мгм, А хорошо, бізде уже хорошо. мысалы әр бойы бар оқушы келіп кураторға сұрақ қойса, куратор кәдімгідей по душам сөйлесіп отырып, оның андай проблемасын шешіп Хорошо, береді деген түсінікті. Так, біз бірінші мынандай методты талқыладық, ол оффлайн орталықтарға барып оқу. Әлібек ағай, қалай ойлайсыз, жеке репетиторда оқу, плюстары мен минустары, мысал ретінде ол оффлайн болуы мүмкін, немесе онлайн болуы мүмкін, без разницы. Жеке репетитормен тет-тет, яғни бетпе-бет отырып оқудың минустары мен плюстары қандай? Енді мен білемін, сіз олимпиадник екеніңізді, бәлкім сіз жеке солай дайындалғансыз, сол себептен сіздің опытыңызға сүйеніп сұрап енді қараңыздар, мен білетін мықты эксперттің бәрін сұрағанда олар бәрі жеке не болды, репетитор болды. Иә, бізде болды. Иә, бәрі жеке репетитор болды. Енді қараңыздар, оффлайн мектепте оқыған, оффлайнда жұмыс істеген адам ретінде айтарым, яғни сізге оффлайнға барсын немесе жеке репетиторға барсын, сіз егер де мықты мұғалімге жолықсаңыз, вам повезло. Иә. Егер жолықпасаңыз, сіз оны оффлайндықтар көбінесе өздері личный брендтерін көтере бермейді, мұғалімдер дұрыс айта бермейді, өйткені оларда уақыт жоқ оған. И сен жақсы мұғалімге жолықсаң, жолықпасаң, ақшан текке кетті ғой, короче. Дұрыс па? Дұрыс па? Ал бізде онлайнда олар мұғалімді бірінші таңдай алады. Так, Әлібек ағай ма, басқа тарихшы ма? Так, давайте сравним деген сияқты. А оффлайнда сен барасың, ол нормальный мұғалім ма, не нормальный мұғалім ма? Білмейсің. Тексере алмайсың. Допрос жасай алмайсың ғой, барып отыршы өзі жайында айтпашы деп. Екінші мәселе, оффлайн немесе жеке репетиторствода біз өзіміз жұмыс істедік қой. Біз максимально оқушыны созатынбыз, короче. Тақырыбын созатынбыз. Өйткені оффлайн, мысалы Қазақстан тарихы оффлайн немесе жеке репетиторство біз максимум 6 айға, 7 айға, 1 жылға созатынбыз. Неге? Өйткені одан ақша сұрай беру керек та. Түсінікті ма? Өйткені, получается, бір минусы ол әр сағатына төлеу керек мұғалімнің. И оффлайн жеке репетиторство ол, сен мысалы мен оқушы ретінде есептейтін болсам, мен жеке репетиторство немесе оффлайн мектепке баратын болсам, мен тарихқа уақытым көп кетеді. Как минимум 6-7 ай. Ал онлайн курста 3 ай, 4 айдың ішінде сен меңгеріп бастайсың. Сен уақыт жағынан ұтымдысың. Екінші сторонасы, сен түсінікті жайт, мектепке барасың, жаңа тамақ ішесің үйге, одан кейін сөйдің жолға кетесің да уақыт. Сен жолдың өзіне шашаң болуы мүмкін. Сен қандай жолдан өтесің, это тоже непонятно. Жолға да артық уақытың кетеді, и қайтып келуінде артық уақыт кетеді. Түсінікті ғой, иә? Ал онлайн сен видеосабақ қосасың, эфирге қосыласың, өзінің күшті комфортный условиясында үйде отырып сабағыңды көре аласың. Мысалы, репетиторлықта олар қосымша куратор бермейді ғой еще. Қосымша үй тапсырмасын түсіндіріп бер десең, оған тағы ақша. А бізде барлығы бір пакетпен беріледі. Енді тағы да қараңыздар. Оқушы ауырып қалды деген жағдай не болады? Немесе бір мероприятияға кетті. Бітті, оффлайнда сабақтар қалды. Репетитордың сабақтар қалды. Ол кете береді. Иә, кете береді. Бұл сен үшін тұрмайды ол. Ал онлайнда сен, пожалуйста, видео сабақтарды қайталап көрсем болады, эфирдің сақталуын көрсем болады. Бізде тарихта өте қатты маңызды, это сен бір оқыған тақырыпты, бір оқыған информацияны естен шығармау үшін, саған постоянно repetition, яғни сен қайталап отыруың керексің да. Сен по-любому мысалға баяғыда оқыған ақпаратты қайталамасаң, сен үлкен нәтиже жеткізе алмайсың. Түсінікті ғой, сондықтан есте сақтау қабілеті ол репит, қайталау. Сондықтан сен онлайнға қайталау үшін жақсы жағдаятта жасай алған. Ал жеке репетиторда сен комьюнити болмайды, общество болмайды. Иә, бала басқа балалармен бірге дамиды. Салыстырамайды, өзін білмейді. Иә, өзінің патологын білмейді. Алма жақта уже түсінеді, бұл биохим таңдаған, ол сияқты таңдап жатқан тағы да 1000-нан астам оқушы бар, барлығы бір грантқа таласады, опа. Еще рейтинг жүргізесің ғой. Competition ойын ойнайды, яғни бір-біріне бақталастық, жарас, мен оның қай жерден кем? Бәрі қай жерден кем? Вот, осының барлығы біздің елімізде онлайнның қазір артықшылықтарын көрсетіп жатқан жай бар. Давайте енді жеке репетитор бойынша, жеке репетитор онлайн болсын, офлайн болсын, оның кемшіліктері мен плюстарын айтып кетейік. Плюсы жеке сенмен дайындалады, жеке сенмен дайындалады, бірақ та сенде комьюнити болмайды, общество болмайды. Минусы комьюнити болмайды. Екінші минусы әр сағатына жеке ақша төлеу керек. Вот сіз жеке репетитор ретінде сағатына қанша алатын едіңіз? Сіз қанша алатын? Мен сағатына 20 мың теңге алатынмын. Прикиньте, сағатына 20 мың теңге аласың, сен осы 5 ай жүресің, короче. Сіз ше? Менің ең патологым прям 15 мың теңге болған. Прикольно. Иә, мен айтпай қойын. Екіншіден, человеческий фактор, мұғалім ауырып қалуы мүмкін. Или оқушы ауырып қалуы мүмкін. Потом вайп кетіп қалады, и дайындық бізде нашарлап кетеді. Одан кейін барып, мен айтқым келеді, көптеген оқушыларда топовый мұғалімге қол жеткізу қиын. Егер жеке репетитор болатын болса, ол сенің қалаңда болмауы мүмкін, немесе сенің қалаң мен ауылында, ауданында дәл сол адам болмауы мүмкін. Ол үшін басқа жерге барып оқуға тура келеді, например. Мен ойымша сол да бір минус ол. Жеке репетиторлардың мықтылары, енді бәрі демеймін, көбісі
либо мықты частный школаға кіріп алған, либо біз сияқты ұбт саласында жүр. Бәрі түсінікті. демеймін, көбісі. Түсінікті. Ладно, хорошо. Оффлайн, былай, оффлайн мен бес орталықты қарастырдық, и оффлайн жеке репетицияны қарастырдық. Ладно, оқушы ладно дейді да, и 5 пәндік курсты іздей бастайды. Не себептен ол 5 пәндік курсты іздей бастайды онлайн? Өйткені там ата-анасының басын қатырғысы келмейді, ақша үнемдегісі келеді, и одан кейін барып қай жақтан кімді іздеймін дегенге басы қатырғысы келмейді. Осы жайында не ойлайсыздар? Жалпы 5 пәндік онлайн курстар жайында. Енді онлайн курстар көп қазір. Екінің бірі онлайн курстар жатыр ғой қазір. Енді мен түсінемін, ұстаздық жолда жүріп онлайн курстарсан ше. Бірақ типа блогерство болып онлайн курстар жатқандар бар, бизнесменді просто ақша табу мақсатына алып жатқандар бар. И олар сразу 5 пәнді ашады. Неге? Өйткені ол қаржылай жақсы, қаржылай бизнестен қарағанда оларға жақсы да. Енді қараңыздар. Біріншіден 5 пән жақсы, сен онлайн курсың бар, бірақ ол жақта мұғалім составы қандай? Түсініксіз, непонятно. Яғни сен ол жерде тәжірибенің рөлі ойнайды, сен қандай ұстазға жолықтың деген сияқты тәжірибе ойнайды, и ол жерде методика қандай. Дұрыс па? Бәлкім мұғалім ауысып кетті. Бәлкім мұғалім ауысып кетті. Алдыңғы басқа мұғалім болды. Ал сен бұрынғы мұғалім сертификатын көрсете беріп оқушыларды алдайсың, короче, түсінікті ма? Ондай да нәрселер бар. И сен максималды үлкен чекке жабасың, возврат жасай алмайтындай қабілет жасайсың ол жақта. И соның барлығы естігем, оқушылар жылап жүреді, возврат жасай алмаймын дегенге, короче. И сондықтан да айтарым, құрметті оқушылар, егер де сіздер бір онлайн 5 пәнді оқытатын курсты қарайтын болса, сіз кәдімгідей ол онлайн мектептің ұстаздарын зерттеңіздер. Көбісі андай да, онлайн мектептің аты бар екен дейді да, короче, ішіндегі мұғалімдерін зерттемей тіркеледі, нәтижесінде unfortunately, к сожалению, мен өкініп қалдым дейді, короче. Түсінікті ма? Сондықтан да, құрметті оқушылар, онлайн мектептің аты болса да, заты болса да, ол жерде мықты мұғалімдер мүмкін кетіп қалуы мүмкін. Қараңыздар, сізге кім береді? Ол орталықтың сертификаттары, нәтижелері бар ма, жоқ па? Там мысалға биологиядан 50-ден 50 біреу шығарса, это на шару түсіп кетуі мүмкін. А уже 2-3 еще бірнеше жыл бойы шығарса, это уже әдемі. Қазақстан тарихынан мен айтамын всегда, кем дегенде 10 оқушының 20-дан 20 шығарса, это уже нормально. Нәтижесі бар деген сөз. Түсінікті ғой, и курстың структурасына қараңыздар. Онлайн курстың, яғни 5 пәннің онлайн структурасына. Олар 1 жыл қалуы мүмкін да. Енді тарих зерттеп шығу керек толығымен. Тарих ол 1 жыл оқытатын пән емес та. Тарих ол таңдау пән емес, сен қалай 1 жыл оқисың, короче, дұрыс па? Сондықтан да онлайн орталықта 5 пәндік онлайн орталықтардың осындай кемшіліктер бар. В общем, ақша беруге асықпаңдар деген тәрізді ғой, ақшаны прям зерттеп барып жүргізу керек. Ал енді Қуаныш қалай ойлайсыз? Оқушы жарайды айтты, ладно, қандай қорқынышты 5 пәндік онлайн курстар таңдамай қойын, лучше өзім білетін мектеп мұғалімдерімен оқи берейінші. Үйімнің жанында мектеп бар, сол мектептің мұғалімдеріне бар оқи берем, оларды мен көріп жүрмін, олар мен үшін авторитет деген тәрізді. Осы жайында не ойлайсыз? Негізі былай айтайын, әркім өз саласында эксперт болып қалсын деген сияқты. Әркім өз саласында эксперт болып қалсын. Мен мектепке барып, енді мен өзім мектепте жұмыс жасап көргендіктен, ол жақтың қиындықтарын білемін да. Ол жақтың қағаздығы, осындай деген сияқты нәрсе маған ұнамайды. Сондықтан мен енді Алматыдағы өте элитный мектептердің бірінде жұмыс жасадым. Заман деген сұмдық мектептердің бірі, қарасыңдар болады. И сол жақтан жұмыстан шықтым. Себебі маған мектептің системасы ұнамады. Бірақ ол жақта кәдімгідей мектеп майталмандары болды да. Қанша жерден мықты мектеп болса да, ұстаздың уақыты ұбт-ға дайындауға жетпейді. Былай ғой, уақыттан бөлек, ол кісінің, яғни вниманиесі, яғни уақыт бөлуі не нәрсеге? Қағаздарға, ұбт-ға емес. Яғни ол кісілерден мектеп жайлы бүкіл нәрсені сұраңдар, бірақ ұбт жайлы емес та. Біз азаннан кешке шейін ұбт жайлы, ұбт-ның тарихы, ұбт-ның жаңалықтары, қандай сұрақтар келеді, үтір нүктесіне шейін біз зерттеп тастағанбыз да. Өткен жылы, оның алдыңғы жылы қандай сұрақтар келді, нешінші сұрақтарда болады, қандай болады деген сияқты біз бүкілін зерттеп тастағанбыз, бүкіл АБС деңгейіне шейін деген сияқты. Ал мектеп мұғалімдері өкінішке орай ұбт системасын білмейді. Өз пәнін жақсы білу, ұбт системасын жақсы білу деген сөз емес. Сөз емес. Өйткені мен барып, мысалы 7-ші сыныптарға бір кішкентай бір тақырыпты 40 минут өте алмаймын. Себебі мен онлайн курста 7-ші, 8-ші сыныптың тақырыбын 40 минутта өтіп тастаймын да. Общий. Общий да. Сондықтан мектеп мұғалімдері, өз мектептің эксперттері, ол кісілерде мықты. Ол кісілер мектепте мықты. Біз
ОБТ әркім өз саласында болу керек. Әркім өз саласында болу керек. мақал қандай еді, торғайды сойса да қасапшы сойсын деген тәрізді, иә. Әркім өзінің саласында болу керек. Мен де осыны былай оқушыларға түсіндіремін. Мысал ретінде сендер бір многофункциональный врачқа келіңдер. Бірақ та бәлкім сендердің денсаулықтарында точный или таныстарында бір операция бар да, соны кесе алып тастау керек. Сен многофункциональный врачқа барасың ба? Немесе точно 20 жыл бойы, немесе 10 жыл бойы сол операциямен айналысқан адам барасың ба? Сенде вопрос жизни и смерти, например, да? ОБТ да менің ойымша ол кәдімгідей маңызды қадам деп ойлаймын, тағдырды шешетін, уақытты жоғалтуға болмайтын. Сол себептен эксперттің өзіне бару керек. Эксперимент жасамаңдар. Мүмкін мынаған барып көрсем. Лучше не рискуйте. Лучше не рискуйте. Одан да алындарда прям осы ОБТ саласында прям тәжірибесі бар адамдардан кеңес сұраңдар. Білмеймін, мақалшы болып кететін сияқты, 7 рет өлшеп бір рет кесу. 7 рет өлшеп бір рет кесу керек. Ну, оны қараңыздар. Мысалға маған, мен оңтүстік аймақтарды аралаймын ғой, мектептерді аралаймын. Оқушылардың деңгейін көресің да. Кіммен дайындалып жатсың десе, понятное дело, мектептегі мұғаліммен дайындалып жатыр. Түсінікті ғой, иә. И деңгейлері енді барлығы деймін, көбінесе өкінішке орай өте төмен. Мысалға спецификациядан, бізде спецификация деген бар ОБТ-да, яғни қандай тақырыптар бойынша ОБТ-дан сұрақ келеді деген сияқты. Спецификациядан келмейтін тақырыптарды оқытып жатады. 5-ші класстың программасы мысалы Қазақстан тарихынан жоқ, бірақ 5-ші класстың программасын оқытып жатады. Ескі кітаппен оқытып жүреді ғой тағы да. Иә, мысалы мен мысалы баяғыда тапсырдым ОБТ-да, иә. Сол мен оқыған информацияларды, мен оқыған нелерді, кітапшаларды қазіргі 2024 жылы береді. Енді қараңыздар, мен ол жерде мұғалімді кінәлай алмаймын. Неге? Біріншіден, мен офлайн енді бізді шақырып тұрады да, айғанат, анау беріп тұруға ше, анау энергия действительно кетеді оқушылар жейді ше офлайн. Екінші мәселе, қағазбастылық дедік, ол уже понятное дело. Үшіншіден, біз ОБТ саласында комьюнитиде жүрміз. Мысалға, мен Астана қаласында жүріп, кәдімгідей ОБТ жаңағындай жиналыстарына қатысамыз. Біз уже понимаем. Спецификация дегеніміз не? Тест жоспар дегеніміз қандай сұрақтар келеді, қандай сұрақтар алып баса да, физикадан қандай тақырыптар келеді, биологиядан именно қай баспа бойынша келеді деген сияқты. Ал анау алшақта жүрген мектеп мұғалімдер одан бейхабар ғой? Бейхабар ғой олар. Ол типа оған информация даже жетпеуі де мүмкін да, оларға дұрыс жеткізбеуі мүмкін. Бүкіл апелляцияның өзін айтсаң, апелляциялық сұрақтарға дейін біз уже зерттеп салғанбыз да. Апелляциялық біз қалай беру керекпіз білеміз. Ал ол кісілердің өйткені бүкіл вниманиясы мектепте де. Біз мектептегі мұғалімді жамандамаймыз, мектептегі мұғалімдерді типа көрмейміз. Бірақ та біз енді мүмкін бізге повело, что біз тек қана өзіміз вниманиямызды ОБТ саласына жұмсаймыз. Иә, балапандар, бұл жақта біз ешкімді жамандағымыз келіп отқан жоқ, өйткені біз өзіміз сондай ұстаздардың қолынан шығып отырмыз да. Бірақ та өздерің байқасаңдар, бір андай мұғалімдер болады, тек қана 7 мен 8 программасын береді. Бір мұғалім болды, тек қана 10 программасын ғана жақсы біледі деген тәрізді да. Бұл жақта ОБТ ол маңызды шешім, маңызды өмірлік қадам болғаннан кейін біз сендердің ақыл ойларыңды ашып, назар аударыңдар, мынаған қараңдар, плюс пен минус. Енді қыз болғаннан кейін айтайын, бір косметиканы қарайтын болсаң, немесе бір техниканы қарайтын болсаң, обзор қандай деп қарайсың ғой, отзыв. Бір зат сатып алатын болсаң, 10 видеоны барып қарайсың ғой. Бірақ неге оқушылар 21 ғасырдың балалары техника десе шашады, Instagram, TikTokта біреуді іздеу десе прям шпион болып кететіндер. Неге мұғалімдерді дұрыс қарап іздемейді деймін да, потому что шындап та өкінетін жағдай бар, талантты бала келіп тұр, бірақ уже кеш. Өкінем, анаған алдан қалдым, мынаған алдан қалдым деген тәрізді қарап отырады. Хорошо, енді давайте жеке-жеке эксперттер жайында сөйлесейік. Жеке-жеке эксперттерде не себептен оқу жағы ұтымды деп ойлайсыз? Вот мысалы, Қуаныш ағай, не себептен Әлібек ағайда оқу керек деп ойлайсыз? Егерде Қазақстан тарихы міндетті пән ғой, бүкілінде жерде жатқан бал жоқ, бір балдың өзі грантқа түсуге роль играть етеді да. Вот сіз ОБТ эксперт ретінде не себептен ОБТ экспертті тарихтан Әлібек ағайды оқу керек деп ойлайсыз? Ең бірінші очередь харизмасы үшін, ең соңғысы харизмасы үшін и все. Енді сендерге айтайын, онлайн салада бұл кісі жүргендіктен, и маған қарағанда негіз бұл кісінің тәжірибесі көп, прям ұтуымен байланысы бар кісі. Бүкіл ол жақтағы апелляциялық сұрақтарды негізі зерттейтін, негізі апелляциялық сұрақтарды зерттеу керегін мен осы кісіден білдім да. Бұл кісі бүкіл оқушылармен байланысып апелляциялық сұрақтарды сұрап алады. Мысалы, жаңағы мектеп ұстаздары, болмаса офлайн курс ұстаздары, олар апелляциялық сұрақтарды білуі мүмкін, бірақ оларда тек өз өңіріндегі оқушылар ғана да. Бұл кісі, яғни біз жалпы бүкіл Қазақстан бойынша оқушылар қарағандықтан бүкіл өңірлерде, мысалы Қызылорда
вообще апелляция болмауы мүмкін, иә, апелляция сұрақтар. Астанада өте көп болуы мүмкін. Шымкентте мысалы өте көп апелляция сұрақтар болуы мүмкін. Осы кісі прям соның барлығын зерттейді екен, и мен соны прям байқадым осы кісіден. И бұл кісінің системасында соны оқушыларға үйрету деген бар. Балалар, мына кітапта мына сұрақ былай деп жазылған, мына кітапта мына былай деп жазылған. ұбт-ға кірген кезде апелляцияда сендерде бүйтіп жазылып тұрады, бүйтіп жазылып тұрады. Сендер ана кісіден қорықпаңдар, мынадан қорықпаңдар, ана үйдеп айтады, мына бүйдеп айтады. Алыңдар да бүйтіп белгілеңдер деген ең басты бір үлкен үйренген нәрсем сол болды негізі. Еще оқушыларды қорқытады ғой, апелляцияға бермей балыңды алып ал деп. Ол миф қой, ондай нәрсе жоқ. Мысал ретінде осы жолы менің грант ұбт-дан 49 балл алып қалған оқушым апелляцияға сұрағын берді да, ол біліп тұрды оның қате екенін, сөйтіп 50-ден 50 алып кетті. То есть кейбіреулерін қорқытады, берме деп. Негізі кураторлық система деген сияқты енді көбінесе эксперттерде примерно бірдей болуы мүмкін, но именно Әлбек ағайдың ерекшелігі деп айтайын, оқушылармен байланысты өте қатты ұстайды, и ұбт-ның ішінде түпкі тамырында кәдімгідей не болып жатқанын жалғыз білетін кісі осы Әлбек ағай. Вот Әлбек ағай сияқты ешкім зерттемейді да, оқушылармен кәдімгідей байланысып отыр, ұйықтап жатқан жерінен видеозвонокпен звондап, тұр, что там, не болды ұбт деп әр сұрақтар жазып алады бұл кісі. Ал сабақ беру методикасы не айтасыз? Сабақ беру методикасында енді бұл кісі енді тарихын несін қарамадым, сабақтарын, бірақ тоже ешкімде жоқ нәрсе, бұл кісі жаңағы кино арқылы түсіндіреді. И сосын прозрачный тақта бар ғой, айнек тақта, вот сондаймен түсіндіреді. Вот онымен сабақ түсіндіру негізі өте қиын. Қиын, иә. Просто бір графический планшет жаза салу өте оңай нәрсе. Анан балалар білсеңдер, қанша еңбек жатыр ол жақта, оны өшіру өте қиын негізі. Сізді өзіңде бізде өте көп бар сондай. Біз өте көп. Өшіру, оны жазу. Ол бір жерінен қате кетіп қалсаң, қайттан барлығын өшіресің, қайттан жазасың. Яғни сабағының несі, сондай ерекшеліктері. Хорошо. Біріншіден топовый ұбт эксперті бүкіл плюс-минустарды біледі, получается, тарихтың ордасында, Астанада қайнап жатқан жерінде бәрін біледі. Жаңа фишкаларды қосады, және де бұл кісіде дайын конспект бар. Да? Иә. Бұл кісіде еще мен айтып қосып кетейін, бұл кісіде дайын конспект бар. Мысал ретінде мен өзім, енді өзімізден де қоссақ болады негізі. Білмеймін енді сіздер қалай дайындалыңыздар, мен биолог ретінде көп конспект жазатынмын. До такой степени көп конспект жазатынмын, әлі күнге де мына жақтағы менің мозолім кетпеген, еще биофакт айтсаңдаршы. И мен өз жазуым түсінбейтін. Енді қараңыздар. Ағылшын сабақтарына көресің ғой, ағылшын мұғалімдер мынандай ғой. Потом workbook деген болады, classbook деген болады. И кайф, таняқта ешнәрсені көшіріп жазбайсың, просто пробелдар тұрады, соларды көшіріп жазасың. Рахат еще кейбір жерін маркермен сызып қоясың. И менің арманым болатын сондай жұмыс дәптер бізде болса екен деген тәрізді. Жұмыс дәптер дайын конспект дегенде содан инсайт болып кетсіз. Сол менде инсайт болды да. И одан кейін барып сол инсайтты не добивать еткенін айтайын ба? Мен, ағылшын тілін зерттеп жүремін да. И одан кейін барып Friends деген сериал бар ғой. Сол бір мұғалімі Friends деген сериалдан жұмыс дәптер жасап қойған ғой. Friends'тегі күнделікті қолданылатын фразалардан жұмыс дәптер жасап қойған ғой. Мен ойладым, енді менде шекара болған ғой, ағылшын дәптері деген тәрізді. Кейде болады сондай мышлениеде шекара болады да. И менде де вообще андай понятие болмаған ғой. Казгуда профессордың алдына отырып конспект жазып үлгеру керексің да. И менде биология тең қиналып конспект жазу деп қалып қалды да. Потом ағылшын тілін оқып жүрген кезде Friends деген сериалға конспект жасап тастаған ғой. Сол менің шекарамды бұзатта болды, мен өзімнің курсыма дайын конспект жасаймын деймін да. И одан кейін бар мен түсінемін, ағайлар сіздерде бар екен білем. И ол қандай еңбек екенін түсінемін да. И Әлбек ағайда ол бар ғой, Қазақстан тарихынан бір жыл қалып кетпейді ғой, жыл. Бәрі бар ғой. Жоқ, Қазақстан тарихы конспект дәптерін біз не үшін жасадық? Негізі жасамауға болатын еді. Просто андай нәрсе. Біз мынаны еске ала отырдық. Қараңыздар. Қазақстан тарихы ол таңдау пәні емес, біріншіден. Яғни ол жаққа оқушы көп уақыт жұмсағысы келмейді. Біз де оған көп уақыт жұмсағанын қаламаймыз. Түсінікті ғой? Ол понятное дело, ол 20 сұрақ, 20 балл, биология, химия, ол жақта 40 сұрақ 50 балл, дұрыс па? 50 балл. Яғни мысалы биологияға, мысалы бір аптада там 10 сағат, 12 сағат жұмсай алу, это в неделю, это нормально, дұрыс па? Өйткені ол жақта бірнеше жаңағындай аспекттер бар. Химиядан да дәл солай. Там математикадан 15 сағат жұмсап отырады. Енді қараңыздар, біз конспект дәптерін бүйтіп санадық. И оказывается, біз конспект дәптерін қолдану арқылы біз Қазақстан тарихын оқу бір аптада 5 сағат деп жасадық. Короче, не деген эффективность. Біздің курста системасы андай. Бізде бір аптада 5 сағат қана, бір аптада 5 сағат қана жұмсап,
сен Қазақстан тарихын расписание бойынша жүре аласың. Яғни ол жақта видео сабақтарды қарайсың, видео сабақ қарап конспект орындайсың, ол жақта сен менімен бірге өтетін эфирлерің бар, кураторлармен бірге өтетін сағаттарың бар, зачеттарың бар, бәрін санағанда 5 ақ қана сағат. Почему? Потому что біз басқа конкуренттер санап отқан кезде біз ана нәрсе айттық. Көбісі айтады, біз ана курста оқимыз, жақсы да, но конспект дәптері слишком көп. Типа бір тақырыптың конспект дәптерін жазуға бізге 5 сағат кетеді, короче. Түсінікті ғой, иә? И оқушы, понятное дело, ол басында шыдау мүмкін да, но потом уже оқушы фук не істей бастаса да, ол шаршай бастайды. Ё-моё, мен Қазақстан тарихына қарағанда лучше таңдау пәндер көңіл бөлемін дейтін сияқты. Түсінікті ғой, иә? Сондықтан да біз олай болмау үшін, оқушылар конспект дәптерін көп уақыт кетірмеу үшін біз специально конспект дәптерін дайындап қойдық. Блин, керемет. Білесіздер ма, негізінде мысал ретінде бізде өзімізде ОБТ-ға дайындалған опыт бар, и ОБТ-ға дайындауда опыт бар да, оқушылар сендерде ондай опыт жоқ. Енді болашақта болады. И уже мен ылғи да оқушыларға бүйтіп айтамын, сендер бірінші емессіңдер ОБТ тапсырып жатқан. Сендерге дейін қанша оқушы тапсырды, сендерден кейін де оқушылар тапсырады. Сол себептен осындай точечный ОБТ эксперттері білет не істеу керек екенін, и оқушының уақытын ұйымдастырып бере алады. Ең басты проблема жоспарымды қалай құрамын, күніне неше сағат бөлемін, қалай оқимын деген тәрізді да. И осындай жеке эксперттердің курстарында мен ойымша жаңағындай уақыт үнемдеу жоспар болады. И прям уважение Әлібек ағай, что таңдау пәндеріне оқушыларға көп уақыт беріп жатқандарыңызға. Ал енді мен енді Қуаныш ағайдың курсы жайында айтып кетейін. Қуаныш ағай екеуміздің жалпы комбо жасап жатқандағы себебіміз біріншіден вайбтарымыз сәйкес келеді. Мен биологияны қалай күліп ойнап үйретсем, Әлібек ағай қалай тарихты күліп ойнап үйретсе, дәл солай Қуаныш ағай да өзінің харизмасымен, максималистік қасиетімен химияны үйретеді. Білесіздер ма? Мен химияны, то есть көбісі химияны түсінбейді. Просто типа ладно, математика, оны қоя берші. Химиядан ешнәрсе білмейтін адамдар бар. Химия ең қиын пәндердің бірі. И Қуаныш ағайда ұнайтын нәрсе, біріншіден тоже дайын конспект бар, жұмыс дәптері бар. Одан кейін барып біздің сіз екеуміздің курста, платформада сабақ өту системамыз бірдей. Видео сабақ, және де Қуаныш ағайда ұнайтын нәрсе, әр есептің жеке түсіндірілетін сабағы бар ғой. Дұрыс қой? Дұрыс айттым ба? Әр үй тапсырмасын жеке түсіндірмесі бар. То есть, мысалға, офлайн курстағыдай, бағанағыдай, үй тапсырмасын өздерің шығарыңдар, келесі сабақта талқылаймыз дейді, потом оны талқылауды ұмытып кетеді, ол жайына қалып кетеді. Ал менің өзімнің оқыту методикамда мынандай правила бар. Бір тақырыпты түсінбесең, келесіге өтуге болмайды. Потому что мынаумен байланысты болады. Потом мына тақырып келесі жол ана жақтан шығады да. И бац, минус болады, С деңгейлік сұрақтар түсінбей қаласың. И маған қатты ұнағаны, сіздің курсыңызда әрбір жеке тақырыптың үй жұмысын талдайсыз. И одан кейін барып мен биолог ретінде визуализацияға жатып алғанмын. Қуаныш ағай әр реакцияны видеомен көрсетеді ғой. Мысал ретінде, ладно деп айтпай қойын, биологияда біз көптеген заттарды суреттер, макеттер арқылы көрсете аламыз. Бірақ та химиялық реакциялардың әрекет етуін қалай көрсетуге болады. Және де көптеген мектептерде, айтайын сіздерге, өмірі микроскоп көрмеген адамдар бар. Өмірі химиялық реагенттерді қолына ұстап көрмеген адамдар бар да. Шындап та, бірақ та соны хотя бы былай физически болмаса да онлайн көрсететіңіз маған ұнады. Одан кейін барып сізде еще жарыстаймын деген бар. Жарыстаймын деген бар. Және оқушыларды сіз жарыстырып оқытасыз, яғни олардағы бәсекелестік қасиеттерін дамытасыз, сол ұнайды маған. И так как былай ғой, негізінде келісесіздер ма, что бір заманда ОБТ эксперттерінде мынандай нәрсе болды. Мен көмектестім оған грантқа түсуге деген нәрсе болып кетті да. Яғни сертификатқа талас деген тәрізді заттар болып кетті. И ондай нәрсе болды. То есть, бірақ та менің ойымша әр эксперт жеке-жеке әсер етеді. Мен мысалға оқушымның стоматология грантқа түскенін қалаймын. Осы жылы менде 20 оқушы стоматологқа, 18 оқушы стомфакқа түсті, екеуі әкімдік грантпен түсті енді. Но оған тек қана биология әсер етпейді ғой. Химия да әсер етеді, тарих да әсер етеді, мат сауаттылық да әсер етеді, оқу сауаттылығы да әсер етеді. То есть жерде жатқан балл жоқ. Мысалы, оқу сауаттылығынан 1 балл алмай қалғанда, мүмкін стоматологияға түсе алмай қалады. Бәлкім, представляете, немесе общий метке грантқа түсе алмай қалатын еді да, балым жетпеді деп петке кетіп қалды да, короче. Блин, потом өмірлік несін орындайды. Сондықтан биохим таңдаған оқушылардың құлақтарыңызға алтын сырға, жерде жатқан балл жоқ, сіздердің гранттарың үшін әрбір балл маңызды. Енді маған қызық отыр. Сіздер менің курсым система жайында не білесіздер? Айтыңыз, Қуаныш ағай. Мен сіздің қоштап жүремін. Ештеңе білмейміз. Деп па? Жоқ, біріншіден мен Малика апаймен типа комбо болмай тұрып, біз Малика апайден зерттеу керексің ғой, типа. И ең мықты зерттеу бұл оқушылардың отзывтары да. И менде там оқып, и Малика апайды оқыған оқушыларын сұрадым. Так,
Малика апайдан не үшін жазылды, Малика апайдың курсын оқыған үшін не үшін өкінбейсің деген сияқты. Біріншіден, Малика апайды понятное дело нәтиже үшін тіркеледі екен. Қазірдің өзінде оқушылар нәтиже үшін тіркеледі. Өйткені 50-50 бар, и ол бірнеше жыл бойы қаншама бір емес бірнеше оқушы, и бұл уже доверие тудыртады. Яғни уже академический часть жақсы деген сөз білдіреді. Түсінікті ғой. Екіншіден, Малика апайдың конспект дәптерлері бар, и ол конспект дәптерлер андай кәдімгідей үлкен еңбекпен визуализация жасалынған да, и ол айтады бізге, біздің де уақытымыз әжептәуір үнемдейді, и біз Малика апалардың бір конспекттің бір особенності басқа конспекттерден қарағанда, ол кісі суретті көп қолданады дейді, и бізге визуализацияға қатты көмектеседі. Даже андай оқушылар бар маған айтқан, Малика апайдың дикциясы күшті, әрбір сөзі анық, бізге айта алады деген сияқты. Мынандай да нәрселер бар. Малика апай енді биологияның мен как я понял бір қиындығы, мысалға бір термин бір сөзге байланысты бірнеше сөздер бар, иә. Малика апай тіпті кейде қазақ тілі мұғалім болып кетеді дейді, короче. Яғни ол кейде былай айтылады, кейде былай айтылады деп, мысалға қандай өте көп терминдер бар, біздің қазақ тілі бай болғаннан кейін аудара береді. Мысал ретінде жүректің камерасын тағы да қуыс немесе бөлім деп атайды. Жарғақша мембрана, плазмалық мембрана, фосфолипидтік биқабат деген тәрізді өте атаулары көп. Даже синтездеу немесе бөліп шығару деген тәрізді нәрсе да, короче. Сіңіру, сорбция, әртүрлі атаулары бар. Усина Саяжан деген оқушым айтады, ол Малика апайды оқыған, ол кісі айтады, постоянно примеры дейді. Типа даже просто нұсқа талдау, она тебе говорит, типа, примеры, мысалға. Мысалға, жыртқышандар, ол акула, ол жаңағындай тастап кетеді, бүйтеді. Всегда примеры, короче. И это, типа, сен жерге түсіндіреді, оказывается, примермен келтіруге болады. И это понятливо. Мен білетін сол, яғни ол түсінікті нәтиже, мықты академический жаңағы конспект дәптерлері, түсінікті видеосабақтар, одан кейін отзывтар уже о себе говорит. И, конечно, Малика апай командасы это үлкен еңбек атқарады. Кураторский состав, кураторская система, сағат кешкі 8-ден бастап звондай бастайды. Эй, конспект дәптері қайда? Короче, уже требовательность есть. И это хорошо. Бағасына сай. Бізде күніне 9 рет айтады үй жұмысын өткіз деп. Оны айтты, 9 рет. Үй жұмысын өткіз деп. Мысалы, менің ойымша Малика апайдың курсы, ол ең алдымен менде ұнайтын нәрсе Малика апайда, ол жаңағыдай эстетика и және деп айтады ғой, бүкілін барлығын идеально жасағысы келеді бұл кісі. Максимайзер. 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 Ол нәрсенің енді минустары да бар, бірақ бұл кісі оның минустарын жасамайды да. Бұл кісі тек плюстарын ғана көрсетеді сол нәрсенің. Вот, яғни оның минустары сендер үшін емес, сендер үшін оның минустары жоқ. Оның минустары тек өзімізге да, көп уақыт кетеді, көп еңбек, ұйқымыз дұрыс емес, тамағымыз дұрыс емес, бірақ максимайзер болғаның сендерге жақсы жері тек қана, яғни өнімнің жақсысын ғана тұтынасыңдар. Яғни бізде өте көп системалар бар да, стористі салатын адам, постты салатын адам, конспект, жаңағы дизайн жасайтын адам. Бұның барлығын біз не үшін жасаймыз енді? Сіздер де өз жеке брендтеріңізді дамытасыздар ғой, чтобы оқушы біз жайында білсе екен, естісе екен деп жасаймыз да, еріккеннен емес, кәдімгі көп оқушы жақсы мұғалімде оқыса екен ниетпен. И мынандай да, негізі конспект деп сіз бере салуыңызға да болатын еді ғой. Өйткені, в принципе, сіз жаңа биология ашып жатқан жоқсыз ғой ішінде. Вот, конспект деп бере салуыңызға болатын еді да, типа кітапты скриншоттап, анау керек емес жерін өшіріп тастап, мына жерге жазыңыз деген сияқты. Негізі жоқ, болады да олай. Болады. Неге болмасқа деген сияқты. Но біз өзіміздің басымызға білетілеп алып, оны басқа андай еще біз шрифттарды өзгертеміз, әртүрлі шрифттар. Сәйкес келу керек. Оған дизайнер жалдап, ақша төлеп, анау дизайнер не үшін балалар? Сендер үшін ғой. И сон байқаған Малика апай сол нәрсе. И плюс сіз өзіңіз жаңағы картинкаларды іздейсіз, 3D картинка, суреттер. Білесіз ба, картинка іздеу ең көп уақыт құртады да. Мен даже оны дизайнерға тапсырмаймын, потому что дизайнер мен сияқты көрмейді да. Биологияны білмейді да ол кісі. Менің көзіммен көру керек та соны. И мен де көп негізі биология, химияны зерттеген адаммын, и химияны зерттеп жатқан кезде биологиядан көп сондайлар шығып кетеді, прям мен өте кәдімгі кіріп кетемін тоже. Оны қолданған ешбір биология мұғалім байқамады, шын айтайын. Өйткені мен көп мәліметтерді, ақпараттарды ағылшынша іздеймін да. Бізде. Вот. И ағылшынша іздеуге көп мұғалім негізі бара бермейді. И вот сол нәрсені негізі мен Малика апай танымастан бұрын байқағаным, ағылшынша сондай сайттардан 3D суреттерді кәдімгідей тауып, ол өте қиын, мүмкін емес нәрсенің бірі. Оған өте кәдімгі көп уақыт қажет. Былай орысша жаза салып, бүйтіп
суретті қоя салса, в принципе, нормально деген сияқты. Но бұл кісі кәдімгідей сендер үшін уақытын құртады. И сол бұны айтайын ба, не үшін Ага. жасаймын мен, потому что білмеймін енді сіздерде қалай, Аха. бізде биологияны көп қыз баласы таңдайды. Мм. Одан кейін барып жаңағы дорамаларды көріп алған медицинский жаңағындай актерлармен ше, жаңағы доктор Ким, Краш учитель, деп, романтик, бір нәрсе, ана анатомия страсти бар, хороший доктор бар. И жестко биологияны романтизировать етеді ғой. Андайда мен эстетик герл болам, андай фломастерлермен конспект жазамын, өзімнің оқу процессімді түсіремін деген тәрізді. Әрине ол күшті, классно, жұптық жұмыста да біздің оқушыларымыз жасайды ғой. Бірақ та ол уақытты сұмдық көп болады да, сен биологияны оқып бітуіне не то что 6 ай, а даже 2 жыл кетіп қалуы мүмкін. Сол себептен мен оқушының оқу процесін максимально комфортно жасағым келеді. И одан кейін барып, чтобы и эстетикасы да сақталса деймін да, все-таки қыз балалар көп қой бізде. Ну, понятно, давайте так. 5 почему деген бар. Давайте, Қуаныш ағай, қысқа нұсқа, 5 почему сіздің курсыңызда, яғни химия сізде таңдау керек, неге сізде оқу керек? Өзіңіз. Біріншіден, мен оқушының орнына түсіп, оқушы қандай қажеттіліктер болуы мүмкін екенін анықтаймын и всегда ізденістемін. Тамаша. Екінші? Екіншісі, ол әлі ешкімде конспект жоқ кезде мен конспект шығардым. Тамаша. Иә. Потом, үшіншісі, ол үй тапсырмаларының талдау видеолары. Демек, басқа химиктарда жоқ ол, иә? Иә. Тамаша. Көбісі білмейді, бірақ химияда есептер бар екен. Мен Қуаныш ағайдан білдім. Химияда кәдімгі есептер бар. Негізі 90% есептер. Химия есептер бар. Типа, Иә. мен алдында ойлаған жоқпыз да, химия есептер бар екен ше, кәдімгідей. И 4 ол ұбт-да жаңадан шыққан есептер, мысалы жұмбақ есептер деген шықты. Мен айттым, қаңтар ұбт-та жұмбақ есептер келеді дедім. Мен білмеймін. Мен негізі бұндай бір сұрақ құрастыратын өйтетін адам емеспін, бірақ мен почему-то сездім қаңтар ұбт-та жұмбақ есептер келетінін. Ол өте қиын. Сіз зерттеу жүргіздіңіз ғой енді. Иә, зерттеу жүргіземін. И содан мен кәдімгідей, яғни қысқаша айтқанда, жаңа есептер келетін болса, мен солардың барлығын сразу дәл сол моментте шығарып, бүкіл чек-листтардың барлығын шығарып, оқушыларға берем. Вот. И соңғысы ол ұбт-та негізі мультимедиалық сұрақтар келеді дейді, келмейді дейді, но жалпы алдағы уақытта болады мультимедиалық сұрақтар, иә? Жалпы осы жылы кірмесе де келесі жылы ол нәрсе болуы мүмкін. Ол, яғни мен оқушыларға химиялық реакцияларды видеомен түсіндіремін. Кәдімгі өмірлік мысалдармен. Өйткені оқушыларда зертханалық сабақтар болады, олар оған назар аудармайды, и барлығы просто көшіріп жазып мектепке өткізеді, бірақ та оның өзі болашақта сұрақ болып келеді. Иә, мысалы химиялық заттар, даже оларда если зертханалық нелер болса да, белгілі бір заттар жетіспеуі мүмкін. Иә, реагенттер. Иә, мысалы каучук деген нәрсе бар, оны мысалы таба алмайды да еш жерден мұғалімдер. Вот, көрсетпеуі де мүмкін деген сияқты. Мен солардың барлығын тауып, несеп, бүйтіп көрсетемін. Менде артында кеше көрген шығарсыз, неше түрлі реагенттер бар, иә. Тастар бар, өте көп ақшаға заказ беремін деген сияқты. Соларды кәдімгідей мынау тастың түрі мынандай, тастың түрі мынандай деп көрсеткен кезде, бұл ұстаған кезде қатты, мынандай үшкір деген. Потому что оқушы сосын бүйтіп көріп білмейді да. Может, ол жұмсақ, вообще ойламайды да. Может, ол жұмсақ, может, ол порошок тәріздес. Негізі химияда заттардың табиғатын сұрайды ғой, сұйық па, газ ба, плазма деген тәрізді заттар. Соны оқушы білу керек. Иә. Керемет. Яғни осындай 5 нәрсе айта берсең, негізі прям сізде ешкімде жоқ нәрсе, бізде өте көп негізі. Керемет. Сізде? Мен жалпы ұбт-ға толығымен мектеп кезінде өзім дайындалған оқушымын. Полностью ешкімнің көмегінсіз. И сізде, короче, мықты база бар. Жоқ, біріншіден айтқым келеді, мен өзім оқып, өздігінен оқып үйренген оқушы ретінде, өздігінен оқитын оқушылардың бүкілінде қандай проблема бар, соларды зерттеу арқылы пробио деген курсты жасадым. Біріншіден, ыңғайлы, әдемі платформа. Все в одном дейді ғой. Бүкілі бір жерде басынды қатырып, ана Google-ға, ана бір классқа, бір нәрсеге кірудің қажет жоқ. Барлығы бір жерде. Екіншіден, қысқа видео сабақтар. Биологияны біз мұжып түсіндірмейміз. Өте керемет. Среднем қанша сіздің видео сабақтарыңыз? 35 минут. И біз бөліп түсіреміз. Одан кейін барып, уақытты үнемдейтін эстетичный жаңағы қыздарға арналған, бүкіліне арналған, дайын конспекттер болады. Одан кейін барып, оқыған нәрсені, түсінбеген нәрсені сұрау керек деген нәрсе. Бізде специально пробио мектебінде жеке күн бар, ол күн бізде сұрақ жауап күні деп аталады. Мен әрбір потокпен отырамын, не түсінбедім, айт, не түсінбедім, мен бірге талдап отырамын. И жеке оқушы менен сұрай алады. Одан кейін барып, мықты кураторский состав. Мықты кураторский состав, который сені
қолынан жетектеп жүріп бүкіл нәрсені үйретіп, бүкіл затқа нені жүктейтінін көрсететін, мотивациясын беретін кураторлар. Біздің кураторлардың барлығы оқушының Б нүктесі. Барлығы 40+ болған грант иегерлері. Олар да түсінеді. Вот мен ойымша ең бастысы ұбт-ға керек нәрсенің барлығын именно биология бойынша осы курста жинадық деп ойлаймын. Сізде? Біріншіден біз Қазақстан тарихы 3 айлық курс. 3 айлық курс дегеніміз, это типа Қазақстанда ондай курс көрмедік. Өйткені Қазақстан тарихы өзі ол айналдырған 9 кітап, ол жаңағыдай 3 ай, максимум 4 айдың көлемінде оқытатын курс. И біз 3 ай 4 айдың ішінде көлемінде оқытамыз, и артық тақырыпта оқытпаймыз. Бұл яғни сен уже кәдімгідей уақыт үнемдейсің. Екіншіден, нәтиже, в первую очередь оқушы нәтижеге қарайды, нәтиже сарафанный радио, сен 20-дан 20 алыпсың ғой Қазақстан тарихы, кімден оқыдың? И, конечно, Әлібек ағай дейді. Бұл айтып отқаным, бұл типа менің арқам демеймін, бұл біздің команданың арқасы. И үшінші, бұл команда. Команда. Неге? Өйткені өздеріңіз ойлаңыздар, мені кәдімгідей басқа эксперттер мені боқтайды, мені басқа эксперттер кәдімгідей жамандайды, кәдімгідей ұрсады маған. Неге? Почему? Потому что мен математика педагогика оқиды, бірақ Қазақстан тарихы 20-дан 20, общий балл 25+ алған оқушыны өзіме кураторға жұмысқа аламыз. Яғни бізде хотя мамандығы математика. И біз соған үлгі нәрсе. Представляете, типа Қазақстан тарихы кураторын 125+ алған грант ұбт-дан, Қазақстан тарихы минимальный 19-20 алған оқушы. Ол өзі жетістікке жеткен куратор, сені де жетістікке жеткізеді. Так, и Қазақстан тарихынан конспект әптері басқасын деп жатырық. Ең маңызы Қазақстан тарихы, бұл жерде формула жоқ, бұл жерде жаңағындай химиялық элементтер жоқ, бұл жерде есеп жасамайсың. Сондықтан да в среднем Кембридж деген методика бойынша тарих деген сабақтан сен егер де видео сабағын в среднем 18 минуттан асса, именно по истории, уже оқушы уже еснеп, уже отыра алмайды, уже миға сигнал бармайды, нейрондар жұмыс істемейді. Поэтому біз сделали так, чтобы Қазақстан тарихының видео сабағы в среднем был 18 минут. Ең ұзақ деген 24 минут. Мектептегі мұғалімдерге айтыңдар, Қазақстан тарихы 18 минутқа қойыңдар сабағын деп. И біз андай оқушылар бар, просто онлайн мұғалімдер бар, 30-40 минут тұрады да видео сабаған. И 2 сағат өтетіндер бар ғой. Оқушы кәдімгідей ананша, типа до конца түсінбейді, бүге шегесіне дейін. И осылардың барлығы біздің курсымыздың бір андай особенностін білдіреді. Хорошо, давайте енді өзіміздің комбо курстарымыз жайында айттық, серіктестігіміз жайында айттық. Әркім өзінің курсын ерекшелігін айтып отыр. Енді давайте, оқушы жалпы енді ұбт-ға дайындалып жатыр. Ол хоть мықты эксперттерде оқу мүмкін, комбода да оқу мүмкін, бірақ оқушыларда мынандай сұрақ бар. Мотивация беріңізші деген постоянно қоятын сұрақтар бар. Оқушы өзін-өзі ұбт-ға дайындауға қалай мотивировать ету керек? Сіздің жеке ойыңыз. ұбт-ның жолын өткен адам ретінде, және де ұстаз, педагог ретінде даже. Сонша адамды оқыттыңыз. Негізі мен осы кезге дейін ағай мотивация беріңіз деген оқушыларға бүйтіп айтатын едім да. Не істейсің мотивацияны? Негізі сенде дисциплина болу керек, сен дисциплинамен ғана жүруің керек деген сияқты. Но келісесіздер ма? Оқушының барлығында бірдей дисциплина болмайды ғой, бәрібір. Дисциплинаны жасау өте қиын. Даже үлкен кісілерге қиын. И мен де өзім ойландым да. Негізі мен өте қатты дисциплинамен дайындалған адаммын, бірақ маған да дисциплина бүйтіп келе салмады да. Яғни мына жерге дисциплинамен дайындалу керек деген нәрсе маған просто келе салмады. Яғни оқушы мотивация сұраса, мен мотивацияны берем. Қалай бересіз? Мен мотивацияны берем. Яғни бірінші мен сөйлесем, яғни сендер қандай қиындық болып жатыр, қандай депрессия, стресс деген сияқты, қандай нәрсе болып жатыр деген сияқты айтам, сұрайым, и сөйтіп аламын да, өзіне бір мотивациясын беріп жіберемін. Бірақ түпкі тамырында айтам, саған негізі мотивация сұрай бермей, сонда сіздің методикаңыз бойынша сіз дисциплинаны сақтауға кеңес бересіз. Дәл осылай оқушы өзінің дисциплинасын көре бастаған кезде оның мотивациясы да қалыптасады, Әлібек ағай, сізде қандай кеңес бересіз оқушыға? Есекке қанша мотивация берсең де тұлпар болмайды. Бұл жермен мен оқушылар жамандап жатқан жоқпын, бірақ та біз просто ғылыми тұрғыда зерттедік. Оқушылар, именно тарих оқытқан оқушылар неге мотивациясы өшіп қалуы мүмкін деген сияқты нәрселер. И зерттеу жұмыстарымыз мынандай. Біріншісінен оқушы жаңағындай жалығып кетеді. Неде жалығып кетеді? Өйткені утомление болып қалады екен да, короче, мына жақтан биология, мына жақтан химия, мына жақтан тарих. И оқушы просто разрыв. И біздің кураторлар әр оқушы подход тапқан кезде помидоро деген әдісті қолданады. Так,
тарихтан видео сабақ қарап жатсың ба, конспект жазасың ба, давай 25 минут работай, 5 минут отдыхай, 25 демалысты ұмытпаймыз оқушылар, демалысты ұмытпаймыз, все хорошо. И так тарих сендер аптасына 5 сағат кетеді. Кеттік, екінші мәселе. Біз өзіміздің кейде біздің оқушылар курсқа тіркеледі, бірақ кейде олар точка бысын ұмытып қалады. И біз оларға біздің кураторлық сағаттар болады аптасына, елестетіңдерші, сендер қалаған оқу университетіне, СДУ ма, қандай қалаған университеттен, химия, пет па, Асфендияров, общий медицина оқып жатсың. Сен бір жыл ауыр жүк көтердің да, и ұбт-ға өзінің дегеніне жеттің, артқы жүкті бүйтіп тастадың, короче. И оны бізде кураторлар өзі жетістікке жетті ғой, соны көрсете алады да, точка Б. И специально біз өзіміз әлеуметтік желімізде кәдімгідей точка Б-сына жеткен оқушылар постоянно видео салып отырамыз. Мен міне Асфенде оқып жатырмын, мен мына Астанада МУАда оқып жатырмын, барлығы керемет, мен өзім точка Б-на жеттім деп біз постоянно көрсетеміз. Постоянно көрсетеміз, өйткені мида шектеу болмау керек. Оқушылар бізде жаңағы нәтижеге жеткен кезде сене бастайтын тәрізді, басқалардың нәтижелеріне. И подход. Бізде онлайн бір жақсы, короче, онлайн сен егер одноразовый оқытсаң, оқушы жалғады. Нужно разнообразие, короче. Разнообразие. Кейде бізде кино тайм болады біздің курста. Кейде біз потоктар арасында жарысты ұйымдастырамыз. Біз кейде даже бар ғой, мынандай болады, типа біздің кураторлар ата-аналарға жеке жазады. Сіздің оқушыңыз что-то андай нетіп жатқан сияқты, шаршап жатқан сияқты. Давайте бір мотивацияны сыйлауға, жаным, күнім деп бір сөз айтып жіберіңіздерші, оқушыларыңыз қуанып қалсын. Бүкіл ата-ананікін жинаймыз да, эфирдің кезінде фук қосамыз. Аналар ше жылайды, короче, жесть. И андай куратор мен оқушылар арасында байланыс өте қатты орналасады ше. И осындай разнообразие. Яғни ол курс дегеніміз не только сен тақырып түсіндіру, не только зачет сұрау. Яғни осындай методика арқылы біз разнообразие жасаймыз. Осындай разнообразияны басқа да ұстаздарға кеңес беремін. Осындай разнообразияны жасап тұрыңыздар деген сияқты. И маленькие задачи. Сразу не нужно ставить большие задачи. Потому что көп мұғалімдер бар, сразу 130+, давай, я тебе верю, 130+, давай, я тебе верю деген сияқты. Нет, маленькие задачи. Біз мысалға оқушы курсқа тіркелді, қанты работа, понятное дело, грант работа сен 20-20 алуың керексің, но до этого давай қанты работа твой, типа потенциал 15 баллов. Как минимум 15 баллов. Сразу 20-19 деген керек емес. Такое же дело, типа химиядан 35+, это уже нормально. Сразу вершинаға секірудің қажеттілігі жоқ. Әр оқушы әр түрлі болады. Әр оқушының әр таланты әр түрлі. И вот сен өзің талантты білесің, потихоньку нужно идти. Сразу үлкен таудан сен өте алмайсың. И конечно, әр кезде біздің оқушылар түкпір-түкпірде қойды ғой. И әр жақта, әр регионда әр түрлі қойды. Нужно, конечно же, позаботиться о себе, өзің жайлы, өзіңді күтуің керексің. Сен ит өз құйрығын өзі көтермесе, кім көтереді? Дәл солай сен өз денсаулығыңды өзің күтпесең, кім күтеді сен үшін, дұрыс па? Сондықтан да бұл жерде ұйқы мәселесі, тамақ мәселесі, кәдімгідей көңіл күй мәселесі и мықты ортада жүруің керексің. Мысалға біз не үшін элита деген топты ашамыз? Чтобы әр топтың мықтылары бір-бірімен оқу үшін. Так что айтарым осы, бұл жерде барлығы әсер етеді, бірақ бұл жерде біз зерттеу жұмысы жүргізген кезде мотивацияны талдырмау үшін, мотивация сөнбеу үшін осыны әсер етеміз. Анау «Мен атам Қожа» деген бір керемет бір фильм бар ғой, өзіміз білеміз ғой. Соны айтады ғой, ана Сұлтан деген не бар емес пе? Оңбаған, Сұлтан постоянно жамандыққа апара береді, короче ше. Ана Қожа бар, кәдімгі жақсы бала, бірақ та постоянно жамандыққа ұрынып кете береді. Сұлтан деген бар, кәдімгі хулиган. И мұғалімдер айтады, мен кінәлімін оның ішіндегі отын жандыра алмаған дейді, короче. Түсінікті ғой, біз педагогтар осыны ұмытпауымыз керекпіз. Біз әрбір баланың отын жандыра алуымыз қажет. Негізі осы жерде бір екі ауыз сөз, оқушылар, қараңдар, егер сендерде белгілі бір депрессия болып жатса, ол көбінесе мен өзім зерттеген бойынша ол мынадан да, ол өзіне көп алып қояды да, и белгілі бір дедлайндардан, тапсырмалардан кешігіп қалады. Мысалы, тарихтан кешігіп қалды, химиядан кешігіп қалды, биологиядан кешігіп қалды, и ол ойлайды да, мә бітті, болды, мен жетіп ала алмаймын деп ойлайды. Өзін өзі тастап жібереді. Өзін жетіп ала алмаймын деп ойлайды да, болды, уже жетіп ала алмаймын деп ойлайды, потом екінші сабақтан қалып кетеді, үшінші сабақтан бір апта қалып кетеді, 2 апта қалып кетеді, куратор жазып жатыр, ана жауап бермейді, неге? Өйткені өз-өзіне сенбейді, сөйтіп, ода депрессия, стресс пайда болады да. Болды, мен уже қазір оқымадым, дальше оқымаймын, қаңтар роботы бітті деп сөйтіп кіріп кетеді. Сол жаққа кіріп кетеді. И сөйтіп маған оқыш жазған кезде, мен ондай ситуацияны қалай шығу керек екенін білсем. Нормально.
ничего страшного. жоқ, қалай, оған дейін оқыдың ба? Иә, оқыдың. Оған дейін сен мына тақырыпты сен білесің ба? Сен қалай оқитын едің мына тақырыпты? Айтып бастайды да ол тақырыпты, оған дейін тақырыпты күшті оқыған ғой. Мен ол тақырыпты бүйтіп оқығам, бүйткем. Зачетты зачетты мен бүйтіп құрып тапсырғам. Мен деген рейтингте бірінші тұратын едім ғой, дейді да, короче. И сөйтіп алды, аналар тік оқытса, мен кураторыңа айтып қоямын, осындай, нормально, сен қинамасын, тік оқытса, саған уақыт берейік. Ничего не андай прям голосовоймен. Уайымдама, болмаса аудиозвонокпен звондаймын да. Уайымдама. Поддержканы мықты бересіз. Уайымдама, нормально. Өйткені шығатын нәрсе ол бірақ жол оқушының самосостояниесін көтеру болды. Вот. Яғни мұғалім ретінде кураторлар тағы да көмектеседі. Яғни сол мотивация ғой. Оған дейін мотивация дегенге қарсы едім да, мотивациясын көтеріп берем и дисциплина жолына салып берем. Яғни дисциплина жолына салу үшін мотивациясын көтеріп бересің да и дисциплина жолына салып жүресің. Керемет. Біздің курсымызда оқушы өзінің мотивациясын жоғалтып алмас үшін кітап бар ғой, «Как съесть слона» деген. «Как съесть слона» деген кітап бар. Мен жақсы көремін, мен енді орыс сыныптарына да орысша сабақ берген кісімін. Орыстар оны қатты түсіне бермейді, бірақ та қазақтың балалары соғым деген затты күшті түсінеді да. Жіліктеу, ет тарту, табаққа салу деген тәрізді. Мен айтамын, қараңдар, мынау өте үлкен ұбт деген жылқы деп айтайық. Піл деп айтайық, жылқы піл. Сендер оны жеу үшін не істейсіңдер деп айтамын. Олар айтады, жіліктейміз деп айтады. Дұрыс, молодцы қазақтың балалары деймін. Бірден ауыздарыңа салмайсыңдар ғой. Иә, типа соймай жеп қоймайсың ғой. Сол сияқты деймін, біз биологияны до такой степени қуырдаққа ет турағандай жіліктеп тастаймыз ғой. Біз оқушыға бірден айтамыз, қара, мынау қорқынышты емес. Міне биология 9 бөлімге бөлінген, әр бөлімде осыншама сабақ бар. Ол сабақ неше минут болатынын, неше тесті бар екен, барлығын көрсетіп береміз. Яғни картасын көрсетіп береміз. И саған айтамыз, дым нәрсені уайымдама, степ бай степ, қадам қадаммен, просто ертеңгі қадамды ғана ойла. Болашақты вообще ойлама деп айтамыз. Ертеңгі қадамында ғана ойла дейміз. И ол әр күннің тапсырмасын орындау арқылы, жаңағындай, неге адам болашақты ойлап депрессияға түсіп кетеді? Потому что қолымнан келмейді деп ойлайды да. Біз оны краткосрочно, жаңағы сіз айтып отқандай чекпоинттар арқылы, миына дофаминді беру арқылы қоректендіріп отырамыз. Каждый тест тапсырған сайын. Одан кейін барып, бізде визуализация қатты дамыған. Біздің оқушыларымыз қандай универге түскісі келеді? Ол универге қанша балл керек? Қандай мамандыққа түскісі келеді? Біз айтамыз, соның барлығын распечатайте. Нақты мақсат. Шаптыр қойыңдар. Шарық қойыңдар. Жабыстырып қойыңдар деп айтамыз бөлмелеріне. То есть, одан кейін барып, жалпы мотивациямен проблема болған оқушылар маған редко жазады екен. Потому что мен сразу басталатын кезде пересекаю. Болашақты ойлама, ешкім болашақты анықтамайды. Сенің болашағың бүгінгі қадаммен басталады дейміз да. Одан кейін бүгінгі ғана қадамды ойлама, 100-ші қадамды ойлама. Бірінші лестницада отырып 9-ші этажға қалай шығатынын ойлама. Келесі лестницаның баспалдағы келесі қадаммен шығады деп айтамыз. Но сіз айтқандай жаңағыдай кураторский состав, ата-анамен сөйлесу, барлығы бізде бар. Сонымен әріптестер, мен ойымша керемет подкаст болды. Бүгін біз оқушыларға негізінде бұл беташар болып жатыр да подкасттың. Және оқушылардан жаңа күтеміз, қандай ат ойлап табады екен. Обратный связь қалдырып кетіңіздер. Міндетті түрде енді біз сіздер үшін осындай дүние жасап жатқан жайымыз бар. Бұл барлығы сіздердің білімдеріңіз үшін. Сондықтан да Малика апайларыңыз анау ат терлетіп Алматыдан келді. Сондықтан да бүгінгі осы подкастымыз астында комментария, пікір қалдырмасаңыздар, ол күнә деп айтсам болады почти. Сондықтан да және осы подкастымызға, яғни Малика апайдың каналына подкастқа қандай ат қоюға болады, өздеріңіздің бүкіл фантазияларыңызды қойыңыздар. Одан кейін барып келесі жолы қандай мұғалімді шақырайын, тоже соны жас кетіңіздер. Және ең керемет подкасттың атын ойлап тапқан адамға Каспина 15 000 теңгені рахметін айтамыз. И плюс сендерге балалар, осы подкастта не жетіспей қалды? Бізден тағы да қандай советтер, сұрағыларың келеді, қандай тақырыпта подкасттар шығарайық, соны тоже төменге жазып кетіңдер. Иә, өйткені бірнеше сағаттың көлемінде бүкілін айту мүмкін емес. Мен енді Астанаға жиі келіп тұратын боламыз, сол себептен балапандар тақырыпты жазып кетіңдер. Және де балапандар, ең бастысы, мен сендерге тағы да қайталап айтқым келеді. Мұғалімді таңдап барып, зерттеп барып, бүкіл отзывтарын көріп, бүкіл ютубын, рилсын, сторисын, отзывтарын оқып барып қана таңдаңыздар. Және де егер де сіздер биология, химия пәндерін
таңдап жатқан болсаңыздар, мен сіздерді біздің осы әріптестерімізбен бірге құрылған VIP комбоға шақырамын. Ол жақта тарихтан Әлібек ағай, Қуаныш ағай химиядан береді, мен биологиядан беремін. Жан жақта мотивация керек па, дисциплина керек па, ағылып төгіліп жатыр уже барлығын үйіп төгіп беретін боламыз. Ыңғайлы платформа, барлығымызда дайын конспект бар, және де математикалық сауаттылық пен оқу сауаттылығын топовый эксперттерден жазылған сабағын сіздерге тегін беретін боламыз. Осы төмендегі видеода Әлібек ағайдың, Қуаныш ағайдың бүкіл әлеуметтік желілер жазылып тұратын болады. Сол кісілерге подписывайтесь, комментарий, лайк басыңыздар, жазыңыздар, бәлкім жеке бір сұрақтар бар шығар, сіздерге қойға бола ма? Әлбетте. Қойыңыздар, және де маған да жазылып, осы видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз келесі подкастта кездескенше қош, сау Сау болыңыздар. болыңыздар.